түгелдей бір руды қырып салған қазақ ханы. 17 ғасырдың басы. Ресми тарихымызда негізгі ұлы хан деп есімді, ал Тұрсын ханды бүлікші деп есептейміз. Бұл қаншалықты шындыққа жанасады? Жаркент билеушісі Ахметтің өз елшісімен саудаға байланысты келісім шарт жасар алдында алдымен Тұрсынмен жолығып, куәгер ретінде есімді шақыртқаны кімнің кіші, кімнің ұлы хан болғаны жөнінде күмән туғызбай ма? Шешімді көрерменнің ықтиярына қалдырайын. Сол кезеңде қазақтың екі ханы Тұрсын мен Есім бәсекелес деңгейіне жетеді. 1627 жылы Есім хан ойраттарға қарсы жорыққа аттанған уақытта Тұрсын хан Есімнің ордасы Түркістанды шабады. Жорықтан оралған Есім хан қалың қолымен Тұрсын ханның ордасына қарай жол тартып, Ташкент маңындағы шайқаста Тұрсын хан жеңіліс табады. Шайқастан кейін Тұрсынды қолдаған сол уақыттағы қазақтың ең қуатты, саны жағынан ең көп руы қатағандарды да қырып салады. Аман қалған қатағанның бір бөлігі Ауғанстанға кетсе, біразы ұйғырлар мен қырғыздарға сіңісіп кетті. Тарихта қатаған қырғыны деген атаумен қалған бұл зұлмат кезіндегі Есім ханның істегенін Тұрсын ханның Түркістанды шабуымен ақтап алатынымыз дұрыс па? Пікір қалдырып кетіңіз.